Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, қысқа арнап, өте дәмді, тәбеташарлықтай болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Салатымыз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, қою болып шығады. Мен видеоны мұқият асықпай түсіндіріп көрсететін боламын. Сондықтан маңызды сәттерін жіберіп алмай, видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, мантаваркаға шамамен 7-8 минуттың көлемінде булап аламыз. Қақпақтарында 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Салатты дайындауға бізге қызанақ және де болгар бұрыштары қажет. Мен осындай 2 түсті етіп алдым. Одан кейін бір үлкен пияз, сәбіз және де сарымсақ, ащы бұрыш, сондай-ақ ас көктер қажет болады. Барлығының мөлшерін, грамдарын төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Осы видеоның атауы жазылған жерді бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Ең алдымен қызанағымызды қазір ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай етіп, осылай 4-ке немесе алдыға бөліп кесіп аламыз. Одан кейін ет тартқыштан барлығын өткізіп аламыз. Егерде ет тартқыш болмаған жағдайда блендердан өткізсеңіздер де болады. Қызанақтың барынша сулы емес, етті, тәтті түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Сол кезде салаттарыңыз қою, әдемі болып шығатын болады. Осылай ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін бөлек ыдыстарға құйып дайындап қоямыз. Келесі кезекте біз болгар бұрыштарын турап аламыз. Болгар бұрышының негізі қызыл түсін алсаңыздар да болады. Мен салатта әдемі көріну үшін осындай көк және қызыл түстерін таңдап алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай болгар бұрыштарында осылай ірілеп, 4 бұрышты етіп әдемілеп турап шығамыз. Келесі кезекте сәбізді осындай арнайы кәріс салатына арналған теркадан өткізіп аламыз, ұзынша етіп. Егер бұндай терка болмаған жағдайда өзіңіз қолмен-ақ ұсақтап турасаңыздар да болады. Мінекей сәбізіміз дайын. Келесі кезекте біз сарымсағымызды осындай ірі болатын болса 2-ге бөліп жіберіп, ұсақтап, шұқалап турап шығамыз. Ал енді қызыл бұрышты да негізі ет тартқыштан өткізсеңіздер болады, бірақ мен осылай ұсақтап турап шығамын. Қызыл бұрышмен 3 данасын қосамын. Егер ащы болып кетеді десеңіздер, 1 данасын немесе 2 данасын қоссаңыздар да болады. Ал енді қазір қуыруға бізге осындай үлкен бір бас пияз қажет. Пиязды кәдімгі күнделікті тамаққа турағандай осылай жартылай сақиналап турап шығамыз. Қалауларыңыз бойынша салатқа осындай ас көктерді қоссаңыздар болады. Мен 1 бума укроп және 1 бума петрушканы осылай ұсақтап турап қосатын боламын. Егер мүлдем қаламасаңыздар, ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Мінекей осылай ұсақтап турап аламыз ас көктерімізді. Осылайша біз салатымызға қажетті заттардың барлығын алдын ала турап, ет тартқыштан өткізіп, дайындап қойдық. Енді қазір біз салатты дайындауға кірісетін боламыз. Алдағы уақытта каналымнан үнемі шығып отыратын осындай қазақ тіліндегі керемет рецептерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, ішіне 150 грамм, яғни 1 кеседей болады, 150 грамм сұйық майымызды құйып аламыз. Одан кейін үстінен жаңағы турап алған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязды қатты көп ұзақ қуырудың қажеті жоқ, 2-3 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Одан кейін үстінен жаңағы 4 бұрыштылап турап алған болгар бұрыштарын салып қуырамыз. Негізі менің ыдысым бұл жерде кішкентайлау болып тұр. Сіздер үлкен қазанға немесе үлкен ыдысқа дайындағандарыңыз дұрыс болады. Мінекей болгар бұрыштарында осылай жақсылап шамамен 7-8 минуттың көлемінде қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай көлемі кішкене кішірею керек. Одан кейін үстінен теркадан өткізіп алған сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізді де шамамен 7 минуттай қуырып алыңыздар. Жақсылап қуырылғаннан кейін қазір біздің сәбізіміздің де көлемі біршама басыла түсетін болады. Осылай араластырып отырып қуырыңыздар. Бізде газдың асты қатты тұр, қатты отта қуырып аламыз. Ал енді келесі кезекте үстінен ащы қызыл бұрышты қосамыз. Мен 3 данасын қостым. Салатымыз ащылау болып шығады. Егер ащыны ұнатпасаңыздар, 1 данасын немесе 2 данасын қосыңыздар. Сондықтан ащыны барынша мұқият байқап отырып салыңыздар. Салат тым ащы болып кетсе де жей алмай қалуларыңыз мүмкін. Енді менің ыдысым кішірек болғандықтан осылай үлкен бір ыдысқа алмастырамын. Жақсылап араластырып алып, үстінен жаңағы тартылған қызанақты құямыз.
қызанақты құйып алғаннан кейін де тағы да жақсылап араластырып толықтай қайнағанын күтеміз. Құрметті көрермендерім, қазақ тіліндегі осындай YouTube каналдардың дамуына аз да болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Осылай қақпағын жауып қайнағанын күтсеңіз болады. Әдемі болып қайнап шықты. Мінекей, енді қайнағаннан кейін біз үстінен дәміне қарай тұзды қосамыз. Мен тұздан 3 ас қасықты қатты толтырмай салдым бірінші, одан кейін 3 ас қасық қантты салдым. Барлығын жақсылап араластырып дәмін көріп алыңыздар. Кейіннен тағы да маған тұзы аздау секілді болып көрінді. Жарты ас қасық тұз бен жарты ас қасық қант қостым. Сонда жалпы 3,5 ас қасық қант, 3,5 ас қасық тұз қостым. Келесі кезекте бізге осындай 70%-дық немесе 9%-дық уксус қажет болады. Уксустың мерзімі өтіп кетпеген сапалы жақсысын таңдаңыздар. Уксустан шамамен 2 ас қасықты қатты толтырмай саламыз. Барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Келесі кезекте егер қаласаңыздар осындай лавр жапырағынан да 4-5 данасын салып жіберіңіздер. Ұнатпасаңыздар қоспай қойсаңыздар болады. Одан кейін осындай ірі қара бұрыштан да бір уыстай салдым. Қара бұрышта жақсы дәм беретін болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сәтте тағы бір дәмін көріп жіберіңіздер. Тұзы аз болса тұзын қосып алыңыздар. Енді қақпағын осылай қиялап жауып салатымызды жарты сағаттың көлемінде осылай әдемі отта қайнатамыз. Салатымыздың қайнап жатқанына бір 20 минут уақыт болғанда, яғни пісуге жақын қалған кезде сарымсақты және де жаңағы ұсақтап турап алған аскөктерімізді саламыз. Жақсылап араластырып тағы да 10 минуттың көлемінде салатымызды қайнатамыз. Сонда біздің салатымыздың жалпы қайнау уақыты 30-40 минуттай болады. Осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде таныстарыңызбен төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерде бөлісіп қойыңыздар. Қараңыздар, салатымыздың түсі өте әдемі болып жатыр. Осы сәтте сіздер болгар бұрышын және сәбізді жеп көріңіздер. Қатты кітірлеп тұрмау керек, яғни тірі болып тұрмау керек. Біздің болгар бұрышымыз, сәбізіміз жұмсару керек. Осылайша салатымыз дайын болды. Енді газдың астын кішкене басып қойыңыздар, өшірмей қойыңыздар. Осылай ыстық күйінде тез-тез стерилденген банкаларымызға құйып, банканың бойын суытпай қақпағын жауып тастаймыз. Менде бұл жерде жалпы 6 литрден аса салат шықты. Егер отбасыңыз үлкен болатын болса, көрсетілген құрамды 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Енді осылай арнайы банка жабатын құрылғының көмегімен қақпағын жақсылап бекітіп, ешқандай ауа кіріп кетпегеніне көз жеткізіп алыңыз. Егер осындай бұрандалы қақпақ болатын болса, оны да жақсылап жауып алғандарыңыз дұрыс. Енді осылай төңкеріп, дайын болған салатымызды жылы жерге, жылы көрпеге орап толыққанды суығанша 1-2 тәулікке қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің салатымыз өте қою, әдемі, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыста рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Видео сіздерге пайдалы болған болса, ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз.